Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте тез дайындалатын, 15 минутта дайын болатын торт дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз, сізге де міндетті түрде ұнайды. Ең бірінші жұмыртқамызға шекерімізді салып, араластырып аламыз. Шекеріміз барлығы біркелкі болғанша, ерігенше араластырып аламыз. Миксердің көмегімен жасасаңыз да болады, бірақ осылай да болады. Мінекей, келесі сүтімізді құятын боламыз. Сүтімізді құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін содамызды салатын боламыз. Мінекей, ең соңында ұнымызды ситаның көмегінен өткізіп, осылайша сала отырып, араластырып аламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз, аз-аздан сала отырып араластырамыз. Бізде ешқандай комочка қалмау керек. Барлығы біркелкі қоймалжың тесто шығуы керек. Мінекей, осылайша барлығын араластырып аламыз. Содан соң, ұнымызды салып болған соң, шемішкі майымызды құятын боламыз. Оны да шемішкі майымызды құйып, тағы да бір рет барлығын мұқият араластырып жібереміз. Мінекей, осылайша біздің тортымыздың тестісі дайын болады. Мінекей, бізде осындай қоймалжың тесті пайда болады. Мінекей, келесі табамызды қыздырып алып, банағы тестімізді осылайша құйып, екі жағын қызартып, барлығын пісіріп алатын боламыз. Тез пісетін болады, уақытыңызды көп алмайды. Мінекей, осылайша коржылары керемет болып, әдемі болып, тез-тез пісетін болады. Мінекей, бізде осыншама корждар пайда болады. Енді кезекте ең қарапайым креммен дайындаймыз. Ол үшін бізге сгущенка мен қаймақ екеуін мұқият араластырып аламыз да, осылайша кезек-кезегімен корждарымызға жағып, осылайша барлығын кезек-кезегімен орналастырып шығамыз. Ең соңында өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген жемшелікпен немесе варенье болсын, сгущенка болсын, қалауыңызша жемшеліктермен де әсемдесеңіз болады. Мен де осылай шоколад теркадан өткізіп, шоколад жағып жібердім. Мінекей, осылайша біздің тортымыз өте тез дайындалатын болады. Міндетті түрде сіз де дайындап көріңіз. Кішкене 1-2 сағатқа холодильникке қойып алсаңыз, біздің креміміз сіңіп өте жұмсақ болып шығады. Сіз де дайындап көріңіз. Егер де менің видеомның соңына дейін қараған болсаңыз, хотя бы лайк басып, мені қуантып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Өте қолжетімді құрамдардан әртүрлі рецепттер түсіретін боламын.